Сәлеметсіңдер ме 9-шы сынып оқушылары. Бүгін біз 16-шы жаттығуды орындаймыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Каналға тіркеліп отырыңыздар. Ал бірінші есептен бастап шығарамыз. Бірінші есепте Марат пен Асхат жіпті қарама-қарсы бағытта әрқайсысы 50 ньютон күшпен тартуда. Егер жіп 80 ньютон келу күшіне шыдайтын болса, ол үзіліп кетеді ме дейді. Так, мына жерде суретте көріп тұрғаныңыздай, мысалы біріншісі бізде Марат болсын, екіншісі Асхат болсын, олар 50 ньютон күшпен тартып жатыр мына жүкті. И бізде керілу күші бар. Керілу күші ол жіпте болады, жіпте керілу күші 80 ньютон. Мына жаққа қарай бізде 50 ньютонмен қозғалып жатса, мынау керілу күші 80 ньютон болады. Мына жақта да солай 80 ньютон болады. Енді қарайық. Бізде тарту күші, F тарту күші ол 50 ньютон болып тұр. F керілу күші 80 ньютон болып тұр. Енді 80 ньютон бізде үлкен, 50 ньютоннан. Сонда F тартылу күші бізде F керілу күшінен кіші болып тұр. Сонда бізде жіп үзілмейді дейді. Жіп үзілмейді екен, өйткені керілу күші бізде көбірек. Ал егер де керісінше жағдай орын алатын болса, мысалы керілу күші аз болатын болса, F тарту күшінен, онда ол үзілетін болады. Ал бізде біздің жағдайда мынау шарт орындалады екен. Жауабы осы. Екінші есеп шығарамыз. Бізде екеуіз күш 60 ньютон, екеуіз коэффициенті 0,3, біз еденге түсірілетін салмақ табуымыз керек. Бізде екеуіз күшінің формуласы ол мю көбейтілген n, n реакция күші. Бізде осы n реакция күшін салмаққа тең деп аламыз. Солай p-ны табады екенбіз. P бізде f екеуізді мюға бөлгенге тең болады. Сонда 60-ты 0,3-ке бөлеміз, тең болады 200 ньютон. Жауабы осы. Ал енді үй жұмысын шығарамыз. Бірінші суретте велосипед дөңгелегі және дөңгелегі мен жол бетінің арасындағы күштерді жазу керек. Так, бірінші мына дөңгелек болсын, мынау жол, арасындағы күш бізде ең бірінші ауырлық күші болады. Ол төменге қарай бағытталады, F ауырлық күші. Оған қарсы күш бұл бізде реакция күші, жоғары қарай n. Енді мынау егерде дөңгелек v жылдамдықпен жүріп келе жататын болса, онда мына жақта оның тарту күші болады, F тарту күші, және оған қарсы үйкеліс күші болады екен, F үйкеліс күші. Енді келесі екінші күн мен Марстың, мына бізде күн болып тұр, мынау Марс, екеуінің арасында бізде тартылыс күші болады екен, F тартылыс күші. F тартылыс күші бұл бүкіл әлемдік тартылыс күші. Так, екіншісі Б өзен түбінде жатқан тас пен судың өзара әрекеттесу күші. Мынау бізде судың астында жатыр, тас. Енді бұның әсер күші бірінші ауырлық күші болады, тастың, ол F ауырлық күші. Және де оны жоғары қарай итеретін бізде F архимед күші болады екен. Архимед күші. Сұрақта құрылысшы вертикаль қабырғаға ағаш қимасын итеріп тұр. Егер қабырғаның реакция күші 5 ньютон болса, құрылысшы қимаға қандай күшпен әсер етеді дейді. Мысалы, мына жерде бізде әрбір әрекет етуші күшке кері әрекет күші болады, яғни олардың модульдері тең болады, бірақ бағыттары әртүрлі болады. Сонда бізде жауабы -5 ньютон болады екен. Өйткені Ньютонның үшінші заңы ол тең болады -F2 деген. Осыған негізделе отырып, жауабы -5 деп аламыз. Шығарайық. Массалары 40 кг, 50 кг Марат пен Асхат конькимен мұз бетіне тұр. Марат Асхатты 10 ньютон күш итереді дейді, күшпен итереді. Сонда біз үдеулерді табуымыз керек. Так, F тең ma деген формуламен A1 F бөлінген M1 A2 F бөлінген M2 деп екі күшті тауып алады екенбіз. Сонда A1-дің орнына қоямыз, 10-ды бөлеміз 40-қа, тең болады 0,25 метр секунд квадрат. A2 10-ды бөлеміз 50-ге, сонда 0,2 метр секунд квадрат. Жауаптары осы.